Асқабақ дәні ішектегі құрттардан арылудағы ең тиімді тәсіл. Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге асқабақ дәні пайдасы жөнінде айтатын боламын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды сұраймын. Арнаны 94% адам тіркелусіз қарайды екен. Сіздің болмашы әрекетіңіз мені шабыттандырады. Дәннің пайдасы туралы бұрынғы замандағы жазбаларда жазылған. Тіпті асқабақ дәнінің майы құлақ пен тамақ ауруына ем ретінде пайдаланатыны да айтылған. Дән құрамындағы магний жүрек бұлшықетінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды, холестеринді төмендетеді. Құрамындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды да басатын қасиетке ие. Ұйқы тынышталады. Асқабақ дәндері жүктілік, жүрек айнуларына жақсы көмектеседі. Босанғаннан кейін ананың омырау сүтін азайса, 150 грамм асқабақ қабығы мен аршылған шикі тұқымын матаға орап, талқандап, қайнаған сумен таңертең аш қарында ішу қажет. Оны 3-5 күн бойы ішсе, ана омырау сүті молаяды. Қуырып немесе қайнатып ішуге болмайды. Асқабақ дәні құрттармен күресуде қолдану ұсынылады. Бұл құрамындағы кукурбитин деп аталатын заттың болуымен байланысты. Асқабақ дәні құрамында дәрумендер, минералдар, талшықтар, амин қышқылдар мөлшері көп. Асқабақ тұқымын қалыпты тұтыну арқылы сіз иммунитетті көтере аласыз. Ағзаны токсиндер мен паразиттерден тазарта аласыз. Зат алмасуды жақсартып, ас қорытуды жақсарта аласыз. Салмақ тастай аласыз. Қандағы амин қышқылдарының деңгейін бақылап, стресстен арыласыз. Әйелдердің жүктілігін жеңілдетесіз. Жүкті әйелдерге токсикозбен күресуге, денедегі артық сұйықтық пен тұзды шығаруға көмектеседі. Күніне 60 грамм дәнді балмен араластырып жеу иммунитетті арттырады, қандағы глюкоза деңгейін қалыпқа келтіреді. Асқабақ дәні құрамына А витамині, В, С, Д, К, Е витаминдері кіреді. Ал минералдар кальций, селен, цинк, магний, мыс, темір, марганец және фосфор кіреді. Асқабақ дәні құрамындағы магний ол ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі. Асқабақ дәнін тұрақты пайдалану ұйқы сапасын жақсартады және терең ұйқы фазасын қалыптастырады. Тек қана ұйқыға емес, адамның эмоциялық жағдайына, стресске қарсы тұруға көмектеседі. Асқабақ дәні нерв жүйесі жұмысына жағымды әсер етеді. Ағзаның когнитивті функциясын жақсартады, есте сақтауды, жаңа ақпараттарды тез қабылдауды да жақсартады. Дән құрамындағы аргинин жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Сонымен қатар дән құрамындағы витамин А стенокардия дамуын болдырмайды және ауру ағымын жеңілдетеді. Нашар холестерин деңгейін төмендетеді. Асқабақ дәнін тұрақты тұтыну нашар холестерин, яғни төмен тығыздықты липопротеидтер деңгейін төмендетеді және атеросклероз даму қаупін азайтады. Құрамындағы цинк мөлшерінің жоғары болуына байланысты кез келген жаста сүйек жағдайын жақсартып, қан тамыр қабырғасын нығайтады және артрит кезінде қабынуды бәсеңдетеді. Келесі бір қасиеті асқазан ішек жолдарының жұмысына көмектеседі. Құрамындағы клетчатканың жоғары болуына байланысты ішек жұмысын қалыптастырады, ішек перистальтикасын ынталандырады және щетка тәрізді тазалайды. Асқабақ дәнін пайдалану арқылы жүрек айнуды басуға болады. Токсикоз кезінде таптырмайтын көмек. Асқабақ дәні көруді жақсартады. Асқабақ дәнін тұрақты пайдалану құрамындағы А витаминінің болуына байланысты көруді және түстерді қабылдауды жақсартады. Сонымен қатар тікелей көз торындағы көру пигменті адапсин бөлінуіне қатысады. Магний, калий, темір, кальций және клетчатка
көру жүйесінің функциясын жақсартуға қатысады. Катаракта даму алдын алады. Әйел адамдар үшін пайдасы құрамындағы А және Е витаминінің болуымен түсіндіріледі. Яғни А және Е витаминдері терінің серпімділігін сақтауға, терінің тегістігіне, тырнақтың сынғыштығына жауап береді. Сонымен қатар теріге есуден ұзақ жастықты сақтауға көмектеседі. Асқабақ дәні темір қорын толтыра алады. 100 грамм өнімде тәуліктік темір мөлшерін ала аламыз. Мамандар менопауза кезінде қолдануды ұсынылады. Себебі құрамындағы фитоэстрогендер көңіл күйді көтереді, ұйқы сапасын жақсартады. Жүктілік кезінде анемия даму қаупін азайтады және іш қатуды болдырмайды. Ерлер ағзасы үшін де пайдасы зор. Ғылыми зерттеулер дәлелдегендей, қуық асты безі қалыпты жұмыс жасау үшін цинкті қажет етеді. Осы элемент жеткіліксіздігі простата қабыну процесін дамытады. Цинк мөлшерін жеткілікті алу үшін күніне 50 грамм асқабақ дәнін тұтыну қажет. Асқабақ дәні еркек бедеулігінің алдын алады. Құрамында жолдары. Кімдерге асқабақ дәнін жеуге болмайды? Асқазан ішек жолдарының жоғарғы қышқылдығы бар адамдар, сонымен қатар асқазан ішек жолдарының ауруларының өршуі кезінде, ішек өткізбеушілігінде, гастрит, колит, асқазан жара және 12 ішек жара ауруын емдеу кезінде қолдануға болмайды. Сонымен қатар асқабақты жеке көтере алмаушылық кезінде қарсы көрсетілген. Асқабаққа аллергиясы бар адамдарға да абайлап пайдалану ұсынылады. Айтып өткеніміздей, құрамындағы цинк мөлшерінің жоғары болуына байланысты иммунитетті нығайтуға, бірнеше инфекциялық аурулардың дамуын тежейді. Цинк вирус пен бактериялар дамуына қарсы тұратын табиғи белсенді антибиотик. Сонымен қатар бүйрек және зәр шығару жолдары ауруларының алдын алуында қолданылады. Асқабақ дәнінің денсаулыққа қаншалықты пайдасы барын білсеңіз, күнделікті өз рационыңызға асқабақ дәнін қосуды әдетке айналдырыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.